Мен 10 жыл бойы өтірік өмір сүрдім. Ең қорқыныштысы, ешкім оны байқамады. Динара таңертең ерте оянды. Сағат 6:30, әдеттегідей. Үй іші тыныш. Терезеден түскен жарық ас бөлмеге баяу жайылып тұр. Ол айнаға қарады. Кәдімгі жүз, шаршаған көз. Жымиюға тырысты. Бәрі жақсы, деді өзіне сыбырлап. Ас үйге кіріп шай қойды. Қолдары автомат сияқты қозғалады. Таңғы ас, баланың тамағы, күйеуіне кофе. Сырттай қарасаң, мінсіз әйел. Бірақ ішкі әлемі бос еді. Мұрат ас үйге кірді. Телефонын қарап тұр. Кофе бар ма? Деді басында көтермей. Бар, деді Динара жай ғана. Ол бір сәт тоқтап күйеуіне қарады. Бірдеңе айтқысы келді. Бірақ айтпады. Бұл оның күнделікті әдеті еді. Айтпау. Али жүгіріп келді. Мама! Динара күлімсіреді. Шын күлімсіреді. Бәлкім, жалғыз шынайы сәті осы еді. Қалай ұйықтадың, жаным? Жақсы. Бала күледі. Динараның жүрегі сәл жылып кетті. Күннің ортасы. Динара телефонды қолына алып Инстаграмды ашты. Әдемі суреттер. Бақытты адамдар. Саяхат. Күлкі. Ол да камераны қосып өзіне қарады. Жымиып қысқа видео түсірді. Бірнеше секунд қарап тұрды да, өшіріп тастады. Өтірік, деді баяу. Кеш. Жанармен кафеде отыр. Сенде бәрі бар ғой, деді Жанар. Үй, күйеу, бала, не жетпейді? Динара біраз үнсіз қалды. Күліп жіберді. Өзім жетпеймін. Жанар түсінбей қарады. Қалай? Динара жауап бермеді. Өйткені өзі де нақты білмейтін. Бір аптадан кейін. Аурухана. Ақ қабырға. Суық иіс. Тыныштық. Дәрігер қағаздарға қарап отыр. Динара ханым, сізде қатерлі ісік. Әлем тоқтап қалғандай болды. Дыбыстар алыстан естілгендей. Қай деңгей? Бастапқы емес. Динара басын изеді. Жыламады. Айқайламады. Тек қабылдады. Үйге қайтып келе жатыр. Қала бұрынғыдай. Адамдар күліп жүр. Көліктер жүріп жатыр. Ештеңе өзгермеген. Тек Динара өзгерді. Тамақ дайын ба? Деді Мұрат. Иә. Сол баяғы жауап. Сол баяғы өмір. Тек енді оның ішінде бір құпия бар. Өлімге жақын құпия. Түн. Барлығы ұйықтап жатыр. Динара ваннада отыр. Су ағып тұр. Ол қолымен аузын жауып, үнсіз жылайды. Мен өліп бара жатырмын, деді сыбырлап. Ал ешкім білмейді. Жүрегі ауырды. Денесі емес. Жаны. Келесі күндер. Ол бәрін жасырады. Дәрілерді шкафтың түбіне тығады. Құжаттарды ешкім көрмейтін жерге қояды. Ал өзі күледі. Бәрі жақсы. Сторис, лайктар, комментарийлер. Қандай бақыттысың? Динара экранға қарап тұрып қалды. Егер білсеңдер ғой. Бір күні Али келді. Мама, иә жаным, сен бақыттысың ба? Сұрақ қарапайым еді. Бірақ жауап жоқ еді. Динара баласына қарап қалды. Көздері жасаурап кетті. Әрине, деді. Тағы да өтірік. Кеш, Мұрат ашулы. Сен өзгеріп кеттің. Мен бұрыннан осындаймын, деді Динара. Сен байқамадың. Тыныштық. Осы сөз олардың арасындағы ең шынайы нәрсе еді. Бір күні. Динара құлап қалды. Көз алды қарауытып кетті. Жедел жәрдем. Айқай. Дүрбелең. Аурухана. Мұрат дәрігердің алдында тұр. Ол бірнеше ай бойы емделмеген, деді дәрігер. Не? Ол бәрін жасырып келген. Мұраттың қолы дірілдеді. Неге? Палата. Динара әлсіз жатыр. Мұрат жанына келді. Неге айтпадың? Динара оған қарады. Көп жылдық ауырлық сол көзқараста тұрды. Сен ешқашан тыңдамадың. Мұрат үнсіз қалды. Өйткені бұл шындық еді. Бірнеше күннен кейін. Динара әлсірей түсті. Бірақ бір күні ол жай ғана айтты. Мен 10 жыл бойы ауырдым. Мұрат шошып қарады. Не дейсің? Ауруым жалғыздық еді. Тыныштық. Ал қазір кеш. Бірнеше айдан кейін. Үй бос. Тым тыныш. Мұрат жалғыз отыр. Қолында телефон.
Видео ашылады. Динара, тірі, күліп тұр. Егер осыны көріп отырсаң, өтінем, жақын адамдарыңды тыңда. Кейде адам айғайламайды. Ол жай ғана үнсіз жоғалады. Видео аяқталды. Мұрат жылайды. Бірақ бұл жолы ешкім көрмейді. Кейде ең үлкен өтірік бәрі жақсы деген сөз. Кейде ең қатты айқай үнсіздік. Ал кейбір адамдар 10 жыл бойы тірі жүріп, ішінен өліп жүреді. Әңгіме ұнаса, каналға жазылыңыз, пікір қалдырыңыз. Өз ойыңызбен бөлісіңіз.